Ассалаумалейкум, қадірман көршілер, Алам Қабар каналының қатысушылары. 22 ноябрь 2020 жыл Өзгөн мал базарында аз. Алсылай тұрғыздар. Каналда жаңа болғандар каналға қатталып, лайк басып, ұсыныстарды комментарийге жазсаңыздар болады. Өзгөн базарындағы чөптердің бағалары азыр 200-ден деп атат, чөп престерді 180-ден беріледі екен. Мына беде прессе 250 дейді. Біраз арзандатып береді екен. Мына чөп пресс 180-ден болады екен. Мына жерде беде азырақ қалған екен, ушун 240-дан дейді. 230-дан беріліп атат. Қойларға да өтіп қалдық. Ушул екеуі оң жақтағы чоңдарды 13 миңден деп атат. Мына чекені 8 миң теңге бар деп тұрышат. Солықтар чоң екен. Мына жерде төртеуіне азыр бағылып атат. Солықтар екен. Қартаң болып қалғандар да бар екен арасында. Осыларды төртеуіне 30 миң сұрап атат. Алычы 30 миң берейін деп атат. Мына қошқар бар екен, чоң қошқар 13 миң 17 миңге бербейтін дейді. Қозылы қойлар бар екен, барды сұрап білінші қанша деп атат екен. Қозылдарды қанша деп атасыз? 14 миңден кем бар деп тұршат екен. Бұда қозылар бар екен. Қанша деп атасыз барды? 14. Сізше? 15 миң. Қозы чоңақ дейді бұл сөз. Сүзем деп орнында жөн тұрбай деді. Ошыны 13 миң кем бар деп айтылыш басы болады. Altı jarым дейді. Еркек пе? Еркек ме? 6,5 миң кем бар деп тұрады екен. Бағылып атса қанша беріп едіңіз? 5,5 миңге. 5,5 миңге берілді. 15 миңнен болды деп. Сол солықтарды алып шығып тұр. 15,5 миң болып тұр. Чоң қойларды алып тұр. Қаншадан болды қойлар? 21,5. Екеуі? 21,5-ден болды тұр. Нос қошқар ақшайды, екі өтен ұрға чөт. Ұрға чікен екі өтенге. 21,5. Мұндай жаш кішеке ұллақтар бар кен, 3,5 миңден дейді ұшыларды. Жақшы қозылар келіп қотыр мұна жерге. 15 миңден кем бар деп тұршат ұшыларды. Жүйден келді дейді. Қозылар кен, ұрғачы. 9,5-дан деп ұшыл қозылар бар екен, арқы чекеден тоқтылар болып қалып тұр. 8 миңден бағылған екен, беріп өтіп тұршыларды. Тоқтыларды бағылып атшат екен, азыр 12,5 миңден. Он 13,5 миң болды дейді. Сол екен, жақсы семіз. Сатылышы жақын айт отам дейді. Ошыл еконы 18 миңден, 9 миңден. Қанша тіштен бол қалды бұлар? Қозылар. 9 миңден дейді. Мұна тоқтыларды 14 миңден деп айтылыш бағалар болады екен. 10,500-ден болды деп қошқарларды алып тұр. Бұнысы 8 миң болып тұр. 4 қошқар болды. Қаншада атасыз? 17 миң. 17 миң деп айтылыш бағасы болады екен. 4 тіш солықты. 4 тіш солықтар екен бұларды. 14 миңден кем бар деп айтылыш бағалар болады. Алды мұнан алдырасың алды. Қоралды қарап келген қанша да өтеді бі? 2 тіш, 4 тіш аралаш солықтар екен. Бұлшыларды 15 миңден кем бар деп айтылыш бағалар болады. Қошқарларды аралап өтіп қалдық. Қазір мұна шол қошқарларды 15 миңден кем бар деп айтылыш бағалар болады екен. 12,5, 13-тен сұраған екен, бербеп тұр. Ушыл жерде жақсы қошқарларға қазір көзіміз түшіп көріп қалдық. Бұлар алынған екен. 19,5 миңден болып тұр ұшылар. Жақсы қошқарлар алынып тұр. Бары бір пародада, бір сорттағылар екен. Bir liniyadağılar desek daha болады. 19,5 миңден алынған. Чоң қошқарлардан көріп өтеді. Ошыларды 45 миң кем бар деп айтылыш бағалар болады екен.
Жанында кичинеси бар экен, бирөөсү 30 миң деп турат. Канча тиштериңер бар? 60 тиш, 4 тиш аралаш экен. Куйруктары да өтө чоң. Базар кежи деп, бул жакта умар кежи деп блогерлер жүрүшөт. Базарларды бир четинен көрүп чыктык, кыскача маалымат кылдык десек да болот. Эми азыр алынган жерлерден базардын оозунан көрөлүчү, канчадан алынчы барат, ошол жерде дагы так маалыматтар болуп калат. Ошол жака себеп көрөлү. Жалпак таштын койлору экен, мына ушулар сатылып тур азыр. 2 тиш, 4 тиш аралаш. 15 миңден болуп турушулар. Үчөөнү азыр жаңы алып коюлган деп акчаларды санап жатышат. Берекесин берсин. Ургачы улактар эко 5 миң болуп турушулар, 2,5 миңден. Жакшы алыптыр, жакшы улактарды. Канча болду? 6 миң болуп тур. Улакты 2800га алдык деп көтөрүп баратат го. 6300дөн алынып тур ушул козу кочкорлор экен. 6300'den. Mına bunlar 6300'den bu altın. 6300. Буларды багасызбы же соясызбы? Kaslar bular tek soylat. Сойлат, а? Soylatlar. Жаш кайка алып барасыз буларды? Bunu bir bay aldı degin. Ha, bir bay 90 aldı. terin cay boladı da vardır öyle. Жакшы. O şu analardan tartıp alın da ona ekranı. Эко 24,5 болду дейт ушуларда. Şu bay aldı. Тойго соёз дейт. Улака. Ушулага аз алган экен. 11,5-дан түштү деп ушул койлорду алып чыгыптыр. Чоң койлорду жакшы алыптыр. Өзү сатылыш баалар ушундай эле болот. Базарга кирип сурасаң эле айтылыш баалары бир аз кымбатыраак болуп калат да. Канчадан болду козулар? 21 болду. Эко 21 болуптур. Коз кочкорлор. 3'e 33,5 болуптур. Солуктар. Аланы 11, онусын жандасын 10 миң дейт. Кочкорлор экен, а? Кочкорлорду. Токтогулдан келген мына ушундай бышмал козулар келип калыптыр. Азыр бааларын сурап көрөйүчү, канчадан деп жатат. Буларды оптом канчадан десем? 8,5 миңден болса берирез зарат. Мына ушуну 11 миң тем бар деп турат. Алуучу 4800 болdu. 4800. Mansı Ага. 4300 boldu. 4300. Мына козуларчы? 5000. 5 миңден. Мына чоң көкчү 7800 boldu. 7800ге алыныптыр. Козу канча болду? Navu? 2 миң болуптур. Эркек ургачы? Ургачы? Жакшы. Мына кадырман көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүнкү өзгөн мал базарындагы койлордун бааларын чогуу көрүп чыктык. Кыскача маалымат бердик. Сиздер менен Алам Кабар каналы болуп атат. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча аман туруңуздар деп сиздер менен коштошобуз.